Жалпы музыка дегеніміз ол бір ерекше күйге бөлейтін, ішкі жан сезіміңді толғандыратын сондай бір ерекше құбылыстың бірі. Біз музыка тыңдаған кезде ерекше сезімге бөленіп, тіпті өзге бір ғаламда космоста ұшып жүргендей өзімізді сезінеміз. Ал осы музыканың тарихы, музыканың қайдан шыққандығы, бізге бәрімізге мәлім 7 нотаның қайдан шыққандығы бұл барлығы біле бермейтін ақпарат. Жалпы музыканы космоспен байланыстырып, әлемге әйгілі 7 нотаны шығарған ол біздің Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз. Әл-Фараби бабамыздың бір қолында астрономиясы болса, бір қолында музыкасы болған, ал оны таразылайтын математика. Осы 7 қат көкіректіп мен Әл-Фараби бабамыз 7 нотаны жарыққа шығарған болатын. Музыка тарихында үлкен із қалдырған Әл-Фараби шебер орындаушы болған. Тіпті кейбір деректерге қарағанда, оның шығарған музыкалық әндері осы күні Иран, Ирак, тағы да басқа шығыс елдерінде орындалады. Сонымен қатар Әл-Фараби канун, уд, қыпшақ деп аталатын аспаптар шығарған болатын. Әл-Фараби музыка теориясына арнап бірнеше еңбек жазған. Музыканың ұлы кітабы, музыка жайлы талдау, ырғақтардың классификациясы, бұдан басқа ғылымдардың шығуы, ғылымдардың энциклопедиясы атты туындыларында музыка ғылымын талдауға арналған жеке тараулары бар. Ғалым музыка ғылымының шығуын материалистік тұрғыдан түсіндірген болатын. Әл-Фарабидің ғылымдар классификациясы атты еңбегінде музыка туралы негізгі ойлары айқын көрінеді. Мұнда Фараби музыка теориясын 5 салаға бөледі. Біріншісі, музыка туралы ілімнің негізгі зерттеу объектісі мен тәсілдері. Екіншісі, музыка туралы ілімнің негіздері, тондардың өзара байланысы мен қатынасы. Үшіншісі, музыка теориясының негіздерін зерттеу тәсілдерін қолдана білу. Төртіншісі, тондардың негізін құрайтын музыкалық ырғақтар табиғаты. Бесіншісі, музыкалық әуен, оның шығару жолдары, яғни композиция. Фарабидің музыканың үлкен кітабы атты еңбегі музыкалық ғылымның мәселелеріне ғана айналмай, музыканың эстетикалық, теориялық принциптерін шешуге бағытталған. Бұны Әл-Фарабидің мына сөздерінен аңғара аламыз. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Фараби атамыз алғаш Бағдадқа келгенде өзін әнші, күйші, музыкант, ақын ретінде танытады. Тіпті оның музыкалық мектебі барша араб еліне әйгілі болады. Ұлы ғалымның 5 аспап орындаушылығы жөнінде әлі күнге дейін тарап жүрген мынадай аңыз бар. Шығыс патшасының сарайында той-думан қызып, бек патша, бай манап, қожа молдалар жиылып, үлкен жиын тамаша құрып жатқан көрінеді. Оған Фараби де қатысады. Бірақ шарап ішіп елерген мас қауым Фарабиге ілтипат жасамайды. Оған шыдамаған Әбу Насыр бір шетке шығып, домбырасын қолына алып, аса бір қуанышты, көңілді күйді ойнап жөнелгенде, әлгі жұрт бірден еңселерін көтеріп, балаша билеп, жын қаққандай сықылдап күліп, ойнап кетеді. Соң мұңды күй тартқанда, жиналған қауым уайымға салынып, еңіреп жылай кетеді. Фараби жайма-шуақ күй орындай бастағанда, бірі қалмай ұйықтап қалады. Оларды ұйықтап тастап, Фараби жайына жүріп кетеді. Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Дәл осылай ғұлама ғалым Әл-Фараби атамыз музыканың біздің өмірімізде эмоцияларымызға қаншалықты әсер беретінін айқындап жеткізген еді. Әлем тарихында екінші ұстаз атанған, музыка тарихында өзінің алар үлкен орны бар Әл-Фараби бабамыз біз үшін музыканы